Үшінші есеп. Бауыржан мен Дамир А нүктесінен Б нүктесіне бір уақытта шығып жүгіру жарысын бастап кетті. Дамирдің жылдамдығы 5 метр секунд дейді. Дамирдің жылдамдығы 5 метр секунд, ал Бауыржандікі одан 30%-ға артық, яғни Бауыржанның жылдамдығын әлі білмейміз. Егер біраз уақыттан кейін Бауыржан Б нүктесіне жеткенде Дамир одан 450 метр артта қалса, екі нүктенің арасындағы арақашықтық нешеге тең болады дейді. Бізге екі нүктенің арасындағы арақашықтықты табу керек. А нүктесінен Б нүктесіне дейінгі арақашықтық. Ол үшін бізге бірінші Бауыржанның жылдамдығын тауып алу керек. Бірінші амал, егер Дамирдің жылдамдығы 5 метр секунд, ол 100% болатын болса, ол одан 30%-ға артық, яғни осының 30%-ын тауып алуымыз керек пропорция арқылы. Бұны шығаратын болсақ, x тең 5-ті 30-ға көбейтіп 100-ге бөлеміз. Ал мұнан 150 шығады, 150-ді 100-ге бөлгенде 1,5 метр секунд. Яғни Бауыржанның жылдамдығы Дамирдің жылдамдығынан осыншаға артық. Енді екінші амалда 5-ке осы 1,5-ті қосамыз. Ол 6,5 метр секунд. Бұл Бауыржанның жылдамдығы. Енді бізге біраз уақыттан кейін Бауыржан Б нүктесіне жеткенде Дамир одан 450 метр артта қалса дейді. Оны былай елестетейік. Мынау А нүктесі болсын. Мынау Б нүктесі болсын. Бауыржан осы Б нүктесіне жеткенде Дамир одан 450 метр артта қалды дейді. Мысалы, осы жерде тоқтасын Дамир. Осы аралық онда 450 метр болады. Екі нүктенің арасындағы арақашықтық нешеге тең дейді. Біз Дамирдің Бауыржаннан секундына қанша метр қалғанын және жалпы қанша метр артта қалғанын білеміз. Онда біз екеуінің де Дамирдің тоқтаған жерге дейін, ал Бауыржанның А нүктесінен Б нүктесіне дейін жүрген жолының уақытын таба аламыз. Яғни үшінші амал, барлық қалған жолын 450-ді секундына қалған жолға бөлсек, яғни 4500-ді 15-ке бөлсек, 450-ді де 1,15-ді де 10-ға көбейтсек, 4500 бөлінген 15 болады. Ол тең 300 секунд. Яғни жалпы Бауыржан А нүктесінен Б нүктесіне дейінгі қашықтықты 300 секундта, ал Дамир А нүктесінен осы тоқтаған жеріне, яғни қалып қойған жеріне дейінгі қашықтықты 300 секундта жүрген. Яғни 300 секунд дегеніміз ол Бауыржанның жүрген уақыты. Ендеше біз Бауыржанның барлық жүрген уақытын және оның жылдамдығын білетін болсақ, төртінші амал, біз екі нүктенің арасындағы арақашықтықты уақытты жылдамдыққа көбейту арқылы таба аламыз. 6,15-ті көбейтеміз 300-ге, ол 1950 метр болады. Яғни А нүктесінен Б нүктесіне дейінгі қашықтық 1950 метрге тең. Нұсқалардың арасында Д жауабы дұрыс.